Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қиярдан ғана жасалынатын, дәмді болып шығатын, тәбетті ашатын корей салатын дайындаймыз. Ең алдымен бізге 1 килограмм қияр қажет. Қиярдың барлығын жақсылап жуып, видеодағыдай турап шығамыз. Қиярды 3 бөлікке бөліп, әр бөлігін 6 бөлікке бөлеміз. Егер қиярларыңыз кішкентай болатын болса, онда 2 бөлікке бөліп, әр бөлігін 6 бөлікке бөлсек болады. Турап болғаннан кейін қиярларды маринадтаймыз. Ол үшін бізге тұз және уксус керек. Барлығын қосып жақсылап араластырамыз және 30 минутқа бетін жауып маринадтап қоямыз. Сол уақыт аралығында оның суы бөлініп шығады. 30 минуттан кейін қиярларды судан ажыратып басқа ыдысқа салып аламыз. Ендігі кезекте қант қосамыз және сарымсақты күштен өткізіп, майдалап, қосып жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін тұздығын дайындаймыз. Қызып тұрған табаға сұйық майымызды құямыз және паприка, қызыл бұрыш, кориандрды қосып жақсылап араластырамыз. Және осылай көпірши бастаған кезде отты өшіріп, тұздығымызды пайдалана береміз. Ыстықтай қиярлардың үстіне құю керек. Араластырып болғаннан кейін лотос оригинал дәмдеу үшін соя тұздығын және күнжіт майын қосып жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.